Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда булочки әзірлейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мінекей достар, біз булочкемізға қажетті заттар ең алдымен қамырына жаңағы 1 стакан сүтімізді ысытып, жылытып аламыз. Өте қатты ыстық болмау керек. Және оған біз 1,5 шай қасық ашытқымызды қосамыз. Және 2 шай қасық қантымызды қосамыз. Қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Мына ашытқымыз көтеріліп, бетіне шығу керек. Және бізге қамырына 100 грамм сары май керек болады, 2 жұмыртқа және 1 стакан қантымыз қажет болады. Және 1 шай қасық тұз және 2 ас қасық сұйық май құямыз. Және біз арасына қосқанға жаңағы макпен жасаймыз және қантпен сұйық майды қосып жасайтын боламыз. Бізге бір жаңағы пачка макымыз керек, бұнда 100 грамм. Және ыстық сүт керек бұл жерде. Макымызды жаңағы 1 пачкасын ыстық сүтімізге бұқтырып қоямыз. Бұқтырып қоясыздар, араластырып. Және осы макқа да біз қант саламыз. Алты шай қасық қант салсаңыздар жетеді. Жаңағы макымыз ыстық сүтке жұмсарып тұру керек. Булочкамыздың қамыры ашығанша. Және осыған біз 30 грамм сары майымызды қосамыз. Грамм сары май араластырасыздар. Мінекей достар, біз жаңағы ыстық сүтімізге макымызды салып, оған қант және сары майымызды салып араластырып қойдық. Бұны бұлай алып қоямыз. Енді біз 2 жұмыртқамызды жарып алдық, оған жарты стакан қантымызды салдық. Және қантымызды ертіп аламыз жұмыртқамызға. Мінекей 2 жұмыртқамызбен жарты стакан қантымызды араластырып алдық. Оған және 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Және 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Және 100 грамм бөлме температурасындағы мынадай еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Мінекей біз жұмыртқа қоспамызды дайындап қойдық. Жаңағы сары май, сұйық май, қантымызды барлығын араластырып. Енді сүтімізбен ашытқымызды көреміз. Мінекей сіздер 2-ші қоспасын дайындағанша уже жаңағы ашытқымыз көтеріліп бетіне шықты. Енді осыған біз жұмыртқа қантымызды қосамыз. Қосып алдық, екеуін жақсылап араластырып. Енді осыған шетінен жаңағы ұнымыз міндетті түрде ұн елегіштен өткізіп қосасыздар. Және бастапқыда бірден қолмен араластырмаймыз, мынадай араластырғышпен араластырасыздар.
Сонда нанымыз жаңағы жұмсақ болады, булочкамыздың қамыры. Осылай шетінен ұнды қоса отырып араластырасыздар. Мінекей, жаңа қамырымыз мынадай қоюлана бастаған кезде енді қолымызбен елесек болады. Мінекей достар, біз қамырымызды елеп болдық, сондай жұмсақ қамыр болды. Енді біз осының ашығанын күтеміз. Мінекей достар, біздің қамырымыз ашыды, өте жұмсақ қамыр болды булочкамыздың. Енді біз аударып аламыз. Мінекей достар, біз қамырымызды екі бөлікке бөліп алдық. Мынадай 10 тал кішкентай күлше жасадық, және бір үлкені керек болады. Бұл үлкеніне біз мақ қосамыз, ал мына кішкентайларына мынадай жүрекше етіп түйеміз. Бұның арасына сұйық май жағып және қант салдық. Қазір осылай істейміз. Бір ас қасыққа толтырмай сұйық май аласыздар. Осылай нанымыздың арасына жағамыз. Және сұйық майымыздың үстіне 2 шай қасық қантымызды сеуіп шығамыз. Ораймыз. Және 2-ге бүктейміз. Одан кейін барып, мына жағын кесіп, былай ашып қоямыз. Сонда осындай әдемі жүрекше булочкамыз шығады. Енді біз арасына мақ салып жасайтын боламыз мына қамырымызбен. Мінекей достар, біз мақ салатын қамырымызды жайып алдық. 7-8 миллиметрде етіп қалыңдығы. Және осындай 4 бұрышты қылып аласыздар. Өйткені біз рулет етіп ораймыз қазір. Енді біз мақымызды салайық арасына. Осылай мақымызды жайып салып шығамыз. Енді рулет қылып ораймыз нанымызды. Осылай қолдарымызбен қысып, шеттерін жауып шығамыз. Бұл жағын астыға қарай жібереміз. Және жай ғана осылай рулет тәріздес қалдырсаңыздар болады.
Мінекей достар, біз булочкаларымызды жасап шықтық. Яғни осы рецепттен жаңағы 16 булочкамыз шықты. Енді бізге бетіне жаққанға бір жұмыртқаның сарысы керек болады. Бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып болдық. Енді булочкаларымызды тағы осы күйінде 10 минут қойып қоямыз. Одан кейін 180 градуста пешімізге салып, беті қызарғанша піскенін күтеміз. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз пісті. Сондай жақсы көтерілген, өте жұмсақ, арасын міне өте дәмді көрінеді. Макпен жасалғаны да сондай әдемі шықты. Ыстық болып тұр қазір. Рецепт ұнаса пісіріп көріңіздер.